Құрметті достар, ассалаумағалейкум. Мына бір шабағыдан бұл тай шыққан көктемде. Тай ғой бұл. Біреулер буаз деп айтты деп. Енді өзіміз көп жылқы ұстамағанбыз. Жылқы бізде көп болмаған. Жылқыны жақсы білмейміз. Соған кісілер буаз дейді. Буаз болуы мүмкін ба? Ерігіп жүр ме? Осыны қалай білуге болады? Буаз ба жоқ па дегенді. Жалғыз тұрады енді, жалғыз бас. Жеміне тойып, шөбіне тойып, сыртта қар жейді, суын ішеді, тұзын жалап тұр. Осындай құла деп айтама, оның түрін құла тай негізі. Бірақ енді бұны қашуға мүмкін емес еді, жалпы айғырдың қасында болған. Бірақ енді бұны кісілер буаз деп айттырайды. Бауырына, күйін бауырына жасырады дейді буаздығын. Сол жасырып тұрма. Бір рет бізде болған, бір Байталды жазда сүйінші сұрап бізге жылқышы хабарласты. Айғырдан шықты деп, осыдан 10-15 жыл бұрын ба, көп болды. Сосын жаңағы жігітке өзінің жолын жасап берерін беріп, рахметімізді айттық. Біраздан кейін сонымен алып кеп қораға ұстадық. Көктем, февраль, март кезі көрсеттік, ақша керек болды. Қысыр ма, неге тумайды деп. Бір ветврачта келдік, және тағы жылқыны жақсы білетін кісіне келдік. Екеуі де қысыр деді. Сосын біз апарып оны сатам деп хабарландырып бердік. Бірден алып кетті жігіттер. Олар жылқыны біледі. Бірден келісті. Көп саудаласқанда сатып жердік. Машина алу керек болды. Соны сатып жеріп. Сосын олар мартта алып кеткен. Майдың 9-ма 8-інде құлындапты. Солай. Сонда 2 ай қалған. Соны енді 2 кісі білмеді. Ол алғашқы құлындайтын жылы ол бауырына жасырады дейді. Құлынды. Шын сол рас па жоқ па? Солай біз анықтай алмадық. Енді мынау қазір мына жерде тұрады. Пусты. Қойдан қалған шөптер соны жейді. Ерігіп жүреді. Қазір тұрған орны көрсетейін. Қора. Былай кіреміз. Мындай. Мына жерде жем жейтін несі. Ешмен. Сұлы бері тінім. Бұл енімдікі. Мына жерге шөп салып қойды. Асты тақтайланған. Осындан тұрады. Көбінесе мұнда аяз борандарда ғана тұрады. Несі көбінесе сыртта жүреді. Сол мына жақта міне біздің синабал. Төбесі жабық. Көн. Кезінде сиыр, қой, ешкі, сүтті, породистый, альпийский, занинский деген ешкілер болған. Қазір бір жылқы, 5-6 қой ғана бар. Сол біздің қора осы. Так, негізі жаңағы ұрғаш тай негізі. Тай кезінде қашып кету мүмкін ба? Енді біздің маңайымызда қар бел өте көп. Сол енді осы қайда мүмкін бір қарап білетін кісілер болса жазып жіберіңіздерші. Буаз ба, қысыр ма? Енді
інім сұрап жүр, мен айтам бұл қысыр деп. Мүмкін емес. Бірақ енді кісілер айтты дейді. Бірақ енді буаз мал болса осылай секіріп шошаңдап жүрер ме? Бірақ енді бір рет жаңағы басымыздан өткен қысыр деп, екі қысыр деп сатып жүргенде 2 айдан кейін құлындап қалған біздің жылқы. Ұрғашы байтал болған, жақсы. Содан кейін кішкене қорқып қалдық. Мұнда да қазір қысыр деп жүргенде буаз бола ма деп. Негіз бұны мінгізіп үйретек дегенбіз. Бір балалар тауып алып, соған егер буаз болса, бұны секіртіп, буаз болса қолын тастап кете ма деп. Содан қорқып, енді анадан сұрасам, біреу буаз дейді, біреу қысыр дейді. Көптің пікірін білген дұрыс қой. Сондықтан осы ютубқа салып, халықтың пікірін білгім келіп тұр. Мінекей мынаны айта кетсеңіздер. Буаз ба, қысыр ма? Қалай көрсетсем? Мінекей. Мынау бізде кезінде қойлар ұстағанда төбесін жауып ертегеміз. Қойлар тұратын. Жаздың күні жаңбыр жауып тұрады. Қатты жаңбыр болып тұрады. Біз бұрыннандай төбесі жоқтың кезінде қатты жаңбырда түнде тұрып, ерінбей қойларды кіргізетінбіз. Ешкілер вообще тоңғақ болатын. Оларда түбіт болмайды ғой. Породист ешкілерде түбіт жоқ. Қылшықпен ғана тұрады. Олар бақыратын. Сосын қораның есігін ашып ұйқыны бөліп кіргізетінбіз. Содан қой болмайды екен деп мынаның төбесін істегенбіз. Мына төбесі міне жауық, профилист. И және де сиырларда да дала ыстықта, қораң сасық, ыстық. Мына жерде сиырлар тұратын міне. Бер жағында сиырларға істеп қойғанбыз. Мындай. Енді 2 сиыр байланып тұратын. 2 сиыр, 3 сиыр болды кезінде. Сол мына ар жағында қойлар мен ешкілер. Күн жаңбыр болса да, не болса да мінекей төбесі жауық. Осындай кезінде болған. Қазір енді малдың бәрін сатып жедік қой. Қазір осы бір інімнің тайы бар. Мен 5-6 қойым бар. Мынада жемдер тұрады. Сол кіргізіп отырамыз. Сол құрметті достар, мынау ненің ұрғаш тай не? Пікірлеріңізді білдіріп кетсеңіздер, буаз ба, жоқ па? Сосын және де қай уақытта бұлар күйі келеді, қай уақытта айғыр іздейді. Соны айтсаңыздар, қай кезде қосқан дұрыс, чтобы қыстың күні құлындап қатып қалмайтында. Енді жазда бұны тауынға қосамыз деп отырмыз, ала жазса. Сосын сол тауынға қосқанда қай кезде қосқан дұрыс, бірден барып айғырдан шығып кетсе, сосын ол қыстың уақытына келіп құлындап қалса далада, немесе қыста алып кет деп жаңағы үйге әкеп атқан тоже қиын. Беленді қосылмады. Келесі жылы қысы жазымен тауында жүрсе деп ойлап отырмыз далада. Беленді жаздай жаңбыр көп. Біздің огородтың іші, даланың бәрі керемет жайқалып шөп болды, көк шөп. Тай жаз бойы жүріп бітіре алмады. Өйткені шөп жаңбыр жауады. Жер көктей берді. Ақмола облысы бойынша міне биыл біздің Бұланды ауданы Макинск қаласы деген жер жаз бойы жаңбыр. Жер деген мынау бұрын қурап кеткен, тым болмаушы еді. Биыл жаздай жаңбыр, жаз бойы күзге шейін жап-жасыл болды дала. Таза. Жап-жасыл болды дала. Сондықтан тай жаз бойы осы біздің ауладан шықпай жаз бойы көк шөп жеді. Сосын біз қыста жіберген жоқпыз. Анам ұстап отыр. Анамдікі. Енді соны бұны үйретсек бола ма, буаз болып жаңағы қолына түсіп қалмай ма деген қорқынышпен осы видеоны түсіріп сіздерден көпшіліктің ішінде білетін адамдар бар ғой, ақыл кеңесін білейік деп түсіріп жатырмын. Ал құрметті достар, пікірлеріңізді күтеміз, астына комментарий бір ақыл кеңестеріңізді бере кетіңіздер.
келесі тағы видеолар салатын боламыз.